есеп 5 түбірінде мынау логарифм 5 негізі 9 қосылған 2 көбейтілген логарифм 5 негізі 3-тен 2. Ал кеттік. Бізде мындай формула бар, былай жазайық. Басқа түспен жазайын. N көбейтілген логарифм бір m дәрежелі a дәрежелі b дейтін болсақ, мынау n былай жоғарға шыға алады, яғни логарифм a негізі b-ның n дәрежесі болады. Мына жерде бізде осыған келіп тұр, мынау екіміз. Аз кішкене. Мынау екіміз. Былай жаза берейінші. Мынаны төбесіне шығарып жөге болады. Сонда былай болады. Логарифм 5 негізі 2-ден 3-тің квадраты болады. Сонда логарифм 5 негізі 4 бөлінген 9. Мынау біздің осыны біз түрлендіре. Енді мынаған қоямыз. 5 негізі логарифм 5 негізі 9 қосылған логарифм мынаны шығарғанымыз. Мынаны қоя саламыз. 5 негізі 4 бөлінген 9. Енді тағы формула бар. Ол мынандай формула. Егер логарифм a негізі n қосылған логарифм a негізі n болса, яғни негіздер бірдей болса, онда олар a негізі n көбейтілген m деп көбейтіледі. Осы формуланы қолданамыз. Бес дәреже тұра береді. Жоғарысында логарифм 5 негізі 9 көбейтілген 4 бөлінген 9 болады. 9-дан 9 қарады, 4 қалады. Сонда бізде 5 дәрежедегі логарифм 5-тен 5 негізі 4 болады. Енді тағы формула бар. Ол мынандай формула. Егер a логарифм a негізі a үлкен болып кетті, b болатын болса, онда мынауымыз біздің бірге айналып кетеді. Сонда b-ның өзі қалады жауабы. Тура мына есептеде мынау. Екеуі де 5, яғни жауабы есептен болады. 4 болады. Е жауабы болады.